Уақыт өте келе бізде өкінішке орай қоғамда ханымдарға давление да көп. Кішкентай кезінен бастап тіпті өзінің денесінен де ұялуы мүмкін. Менің өмірімде көрген мысалы кісілерде мынандай кішкентай кезінен бастап бір 8-9 сыныптарда ханымдарда жаңағы фигурасы айқындала бастаған кезде мамалар ұрысып жатады, жаңағы кеудеңді жасырып жүр, шошаңдамай жүр, үйтпе бүйтпе, жаңағы көзге түсіп қалма деген сияқты. Одан кейін ол кісі не істеуі мүмкін, жабылып қалуы мүмкін, кеуде үлкейіп бара жатыр, бірақ ол ыңғайсыз, мама бұны ұрса береді маған, көзге түспе дейді деген сияқты деп сыныптастары мазақтауы мүмкін оны, өйткені кішкентай балаларға бәрі. Сондықтан ол бүйтіп жабылып сөйтіп өскен болуы мүмкін. Енді бір кісілерге қарайсыз, көшеде жүргенде бүйтіп жүреді, тық деп, бір кісілер бар бүйтіп жаңағы көзге түспеу үшін иығы да ол кісінің бүйтіп алдыға нетіп қалған, арқасы да түзу емес деген сияқты. Осындай нәрселер болып қалған болуы мүмкін.